любой хабарлама 102 түседі. Содан кейін ана жерге жіберіледі. Әр оператордың өзінің несі бар, бекітілген аумақтары бар. Қала бізде 4-ке бөлінген. Алматы ауданы, Астана ауданы, нөмірі қалалық 1-ші, 2-ші қалалық 3-ші қалалық 4. Соған нені бөліп тастаймыз. Түскен хабарламалар осы жерде өңделеді да нарядтар жіберіледі. Әр нарядтың қылмыс жатса, жедел баратын жасақтар жібереміз. Олар бірінші барады, 7 минуттың ішінде барып болу керек. Сол аумақта олар өздері жүреді, патрульдеу етеді. Сол жерден ақпаратты береді бізге. Мына жерде мынандай қылмыс болып жатыр, мына жерде труп болып жатыр, мына жерде басқа өз-өзіне қол жұмсау дерегі болып жатыр. Содан ақпарат көрсетеміз. Біз сол отделдің несіне береміз, кезекші бөлімінен түсіреміз. Кезекші бөлімінен жедел следственный оперативный группа жедел тергеу тобы шығады. Сол жерде уже қарау жүргізеді, хаттамаларын істейді, бәрін толтырып, сол жерде оформить етеді. Если қылмыс құрамы болатын болса, ол жерден егдер басын тіркейді, қылмыстық іс қозғалады. Мына жерден өңделеді. Бірінші түскен любой хабарлама Ақтөбе қаласы бойынша бізге түседі бірінші. ДТП болсын, любой ақпаратты тіркейміз. Күніне бізге 700-800 хабарлама түседі. Оның ішінде жасақтарды жіберілетіні 300-ден аса. Семейге түскен, кезекшілікке түскен нарыққа барады. Оның алдында бірінші неде отырған барлығы бейнебақылау инспекторлары. Ол жерде қылмыс анықтаймыз қала бойынша. Ұрлықтар, велосипед ұрлығы бар, автокөліктен ұрлық бар. Сол жерде анықталады. Қазір бізде аулаларда көптеген камера орналасқан. Бізде 9000 камера бар қазір. 9000 камера. Негізі бұрын бізде 208 камера болған. Қазір 9000 камера, мектебі бар, бәрін қосқанда колледжі бар, 9000 камера бар. Оның 100-ден аса интеллектуалды камера бар. Ол жерде қылмыскерлер сауда үйлеріне, супермаркеттерге кіретін болса, если ол біздің базымызда тұрған болса, сол бізге сигнал деп түседі. Осындай әзір мына жерге кіріп жатыр. Біз жедел түрде соңғы жасақтар жібереміз. Жасақтар барып адамды анықтайды, жеке басын анықтайды. Ол кім, қылмыскер ма, іздеу жүрген адам ба, или алиментчик па, алимент төлемеген. Сол жерде анықтап, сол территорияда орналасқан полиция бөліміне жібереміз. Өз жерден барып уже анықтайды. Кім неге жетті, қандай жерде жүр, не мақсатпен жүр, қай жаққа кетіп барады, бәрін анықтаймыз.